Так, ассалаумағалейкум ағайындар. Міне, құдай қаласа 64 квадрат квартирамызды бітірдік. Міне потолок натяжной болды. Теневойменен түсірдік. Міне әдемі болып түсті, короче. Есіктеріне ақ салдық, есіктерден кіреберіс прихожийға мраморный кафель салып жібердік. 120-да 60. И мына жерден бөліп, былай қарай ламинат салдық. Ламинатты да фаскасымен салдық, әдемі болып түсті өзі. Былайынан түсіріп жібердік міне. Как положено системасымен. Стеналар Samsung салып жібердік мына жерге. Нені? Кондерді Samsung салдық, люстрасын салдық міне қазір. Екі шетінен бұра бердік, бұл спальня болады. Екі шетінен спальняның несін беріп жібердік бұлай қарай. Екеуіне де плинтустарды міне әдемілеп ақпенен краскілеп, тоже шовтарын білдірмей жібердік мінекей, ешқандай шов жоқ. Так, люстра бұлай түсті. Так, анадан люстра жағылады. И жатқан кезде, спальняда уже жатқан кезде, міне мынадан өшіріледі, мынадан өшіріледі. Мынадан өшіріледі. И мынадан екінші жағынан жағылады. Мынадан өшіріліп, мынадан жағылады. И өшіріліп тұрған кезде мынадан қосылады. Мына кіреберістен қосылады. Осылай жасап жібердік. Ал енді міне зал, студия болып салынып кетті мінекей. Тоже міне люстрасын әдемі салдық. Екі шеттен трикасты жібердік 3 метрден. Шетіне освещение жібердік. Бұлай қарай Г-образный. Тоже маған айтып кеттім. Samsung салып жібердік. Кондерді тоже жақсысынан. Ал міне кухня. Кухняға тоже 4-еуін салдық, чтобы освещение нормальный болсын деп. Енді кухня гарнитурын салады, сонымен нормальный болады. Мына столдың астына стол қояды. Мына жерде чайный стол болады. Сол столдың үстіне мына люстраны салдық, чтобы жарық болып тұру үшін. Ал телевизордың артына гибкий панель салдық. Гибкий панельді симметриямен салып жібердік. Мінекей, короче, сыйлы тастадық та 85-тен кесіп, қалған 35-тен кесіп салып жібердік. Тоже әдемі болып түсті. Ал мынау балкон енді. Балкон тоже болып түсті. И мына жерде